30 kız-kelinchek bir vaqtda islom dinini qabıldады. Бұл оқиға Австралияның Мельбурн қаласында болды. 30 шақты қыз-келіншек жергілікті мешітке келіп, жария түрде ислам қабылдады. Олардың ислам қабылдауына не түрткі болды екен? Оны өз ауыздарынан естейік. So I've been feeling very happy, a lot of peace since I reverted 2 weeks ago. I reverted because of what's happening in Gaza and I wanted to be closer to Islam and Allah. La ilahe illallah. Даяу шығыстағы оқиғадан соң батыс елдеріндегі христиандар мен атеисттер ислам дініне жаппай өтуі көрініс алды. Солардың бірі 3 салмақта әлем чемпионы, танымал боксшы Джервонта Дэвис ислам дінін қабылдап Абдул-Вахид есімін алды. Францияда 2023 жылдың статистикасы бойынша 15 мыңнан астам жергілікті тұрғындар ислам дінін қабылдап, әлемнің алпауыт елдері исламға қарсы қаншама күш салғанымен керісінше мұсылмандардың саны көбеюде. Осы сәтте мына аят еске түседі. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون